Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде студент подкаст және оның жүргізушілері Қойшы Диана, Құмар Арайлым. Бүгінгі біздің подкастымыз еркін форматта өтпек. Бүгін біз Арайлым екеуміз неше түрлі тақырыптарда бір-бірімізбен әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың ең алғашқы сұрағы, Диана, сенің ойыңша 20 жаста кім болу қажет? Негізі, менің ойымша 20 жаста адам дайын тұлға емес. Енді толыққанды тұлға емес. Ізденістегі тұлға деп өз басым есептеймін. 20 жастағы адам, кейбіреуі студент, кейбіреуі енді қарапайым адам, қарапайым жас болуы мүмкін, жас адам. Біздің арамызда студенттер болатын болса, 20 жастағы студенттер болатын болса, әлі де ізденістегі тұлға деп есептеймін. Студент, ізденістегі тұлға, өзін-өзі зерттеп жүрген, өзін-өзі ізденісте жан-жақты тұлға болуға дайындап жүрген адам деп ойлаймын. Менің ойымша 20 жаста, яғни тұлғалыққа дейінгі жол десек те болады. Яғни ол орайда жастар, студенттер өздерін табу жолы десек те болады. Мысалы, қазір өзімізде 19-20 жастар аралығындағы студенттеріміз, біз енді ғана өзіміздің жолымызды қай салаға бейім болып, қай салаға баратынымызды енді ғана шешім қабылдап жатқанбыз. Сол үшін, егер сіз өз жолыңызды білмесеңіз, қай салаға кететіңізді білмесеңіз, ішкі жүрегіңізге үн қатып, жүрегіңізді тыңдаңыз дегім келеді. 20 жаста кейбіреуі енді университет қабырғасына енді келіп, енді студент екенін сезініп жатқан болу керек, кейбір енді әртүрлі жағдайларға байланысты. Енді 20 жастағы біз студент болғаннан кейін, біз енді қазір 20 жастағы студентпіз ғой, 3-ші курстағы. Біз 20 жастағы студент ретінде біз әлі даму үстіндеміз, ізденіс үстіндеміз. Соның ішінде біз журналистпіз. Біз журналист болғаннан кейін біз әлбетте жан-жақтылы ізденістегі, бізден журналистен шыншылмыз. Сондай ізденістегі талапшыл, сондай жас студентпіз. Сенің ойыңша, менде тағы бір сұрақ туындап тұр. Сенің ойыңша, жоғары оқу орнындағы диплом, ол әрине тек қана диплом үшін ғана ма, әлде даму үшін бе деп ойлайсың ба? Жалпы осы орайда ең бірінші сауал бұл жерде жастардың білімге қарай құштарлығы емес, дипломының түсіне қарай, соның ішіндегі сандарға қарай, бағаларға қарай бейімделуі деген сияқты осы проблема болып тұр да. Мен айтар едім жастарға, дипломның түсіне емес, оның бағасына емес, ішіндегі оның біліміне қараңыздар. Себебі білімді адам ешқашан жерде қалмайды, білімді әрқашан бір жерде жарып шығады десек те болады. Сондықтан мен айтар едім, білімді болу қажет, диплом бізге қажет деп ойлаймын. Менің ойымша жоғары оқу орнындағы диплом, жоғары оқу орны диплом үшін емес, ол мен даму үшін деп ойлаймын. Енді мысалы дипломды есікті ашар кезде біз әрине бірінші тұтқасын ұстаймыз ғой. Сол сияқты өмірде біз дипломды алып өзіміздің керегімізге жаратуымыз керек. Әрине сол диплом арқылы, диплом алып қана қоймайсың, әрине сол жоғары оқу орнын толықтай оқисың ғой. Оқыған кезде адам өзіне бір білім нәрімен сусындайды. Тек қана білім ғана алмаймыз, біз университет қабырғасында жүріп, студент болып біз деген өзіміздің ұстаздарымыздан тәрбие аламыз, көптеген инсайттар аламыз. Мысалы оқу орнында жүріп, біз былайша айтқанда толыққанды тәрбиеленеміз ғой. Балалық шақтан келіп, мектеп қабырғасында жүріп, университет қабырғасына келіп студент болу бізді біраз нәрседе шыңдайды. Бізді кәдімгідей талапшыл болуға үйретеді. Біз нақты не қалаймыз, не қажет бізге деген сияқты өзімізге сауалдарды қойып толыққанды үйренеміз. Университет қабырғасында жүріп. Сол үшін де мен де бір тағы айта кетерім студенттерге, ешқашанда құр қағаз үшін оқымаңыздар. Қағаздың түсіне қарап оқымаңыздар. Менің ойымша дипломды өзіңнің бір жетістігіңнің дәлелі ретінде қарау керек сияқты. Енді ол әрине қызыл түсті болса, ол өзіңнің жақсы оқығаныңның бір дәлелі болды. Ал былай, менің ойымша қағаздың түсіне қарап, мен жаман оқыдым, мен былай оқыдым, менің деңгейім түсіп кетті деген жоқ. Көк диплом алып оқыған студент те, қызыл диплом алып оқыған студент те
дәрежесі айырмашылығы жоқ. Менің ойымша осы орайда тағы да бір өзімнің пікірімді айтсам, студенттік кезде біз дамып бастаймыз, яғни бізде коммуникация жақсы болады, бізде деген білімге деген, өзіміздің саламызға деген сенімділік арта түседі деген сияқты. Оған бір мысал, біз қазір 3-ші курс студенттеріміз, сонымен қатар біз әртүрлі практикаларға барамыз, әртүрлі телевиденияларға барамыз. Ол жақта біз даму үшін барамыз. Сұрақтың басты жері осы даму деп есептеймін да. Себебі жастар даму үшін қажет. Қазіргі таңда біздің жасымыздағы студенттер міндетті түрде даму керек. Диплом әрине жақсы, бірақ оның тағы плюсы сізде. Сіз коммуникацияңыз жақсы болады, сіздерде үлкен инсайттар болады, үлкен ұлы тұлғалармен сұхбаттасасыздар деген сияқты. Сол үшін дипломның түсіне де, оның ішіндегі санға да қарап қажет емес, айырмашылық жоқ деп есептейміз басын. Бізде Ара екеуміздің әңгімемізде кішкене өзіміздің мамандығымызға байланысты журналистика жөнінде де бір кішкене инсайттар кетіп жатыр. Біздің университетімізде тағы да біз сияқты мамандығымыз бірінші, екінші курстар болса, студенттер сіздерге бір пайдалы дүние болмақ деп ойлаймын. Енді менде бір осындай сұрақ бар. Қазірде бізде енді көбіне виртуалды өмір сүреміз ғой. Бізде әлеуметтік желі деген бар, интернет көп көлемді. Сол кезде көбіне әлеуметтік желіде жастардың көпшілігі бір өздеріне сенімсіздік бар. Байқайсың ма? Байқаймын. Әлеуметтік желіде өзіне сенімді қылып көрсетеді, бірақ шынайы өмірде басқаша. Сенің ойыңша осы жастардың әлеуметтік желіде өздерін басқаша ұстауы, осы көбіне студенттік кезінде де әркім әртүрлі көрсетеді, байқайсың ба? Жақсы, успешный, керемет, мен студент болып жүрмін, жақсы оқып жүрмін деген сияқты көрсетсе, шынайы өмірде бірақ солып қалған, әлі коммуникациясы дұрыс дағдыланбаған, адамдармен байланысуы, адамдармен әңгімелесуі нашар, ортаға кіріп кетуі бір кішкене жай болғаннан кейін бір байқалып тұрады студенттің қандай екеніне. Мысалы, бізде өзіміз студент болдық қой, бірінші курста кішкене енді келе жаттық қой, сатыдан енді көтеріліп. Екінші курста біз керемет студент болдық деп айта аламыз. Сен қалай ойлайсың? Адам өзінің әлеуметтік желі, осы студенттік өмірге әлеуметтік желінің қандай да бір өзінің алып кетер, тиіп кетер өзінің дүниесі бар ма? Жалпы осы әлеуметтік желі бойынша, жалпы кейбір студенттер өзің білетіндей, студенттер емес, жалпы жастардың көпшілігі әлеуметтік желілерде өздерін бақытты ретінде көрсетеді. Бақытты, өмірге ешқандай реніші жоқ адам ретінде көрсетеді. Бірақ бұның артында да басқа дүниелер бар да, біз білмейтін мәселен. Сол үшін ешкім өзінің жылағанын, мұңын әлеуметтік желіге салмайды. Сондықтан бұл жағынан келетін болсақ, бұл нормально деп есептеймін өз басым. Себебі бақытты сәттерінде әлеуметтік желіге салу дұрыс. Мысалы, осы орайда кейбір жастардың арасында бір әлеуметтік желіні қозғап кеттік. Осы орайда менің ішімдегі бір сұрағым, бір жауабы шешілмеген сұрақ бар да. Ол нәрсе, қазір мысалы кейбір жастар өздерін әлеуметтік желіде мансапшыл ретінде көрсетеді. Байқасаң, біреуі көлік алып жатыр, біреуі үй алып жатыр. Соны көрген басқа да студенттер жастар өздерін салыстырып, менің бұл адамнан қай жерім кем деген ұстаным ұсталып бастайды, байқасаң. Сенің ойыңша бұл дұрыс нәрсе ме? Мысалы, менің ойымша әр адам өзгеше. Сіздің өзгешелігіңіз басқадан басым болуы мүмкін деген сияқты. Сіздегі бар дүниеде ода жоқ болуы мүмкін деген сияқты. Сол үшін мен айтар едім, ешқашан өздеріңізді салыстырмаңыздар, себебі әрбір адамның өзінің бақыты, бағы өз уақытында келеді деп есептеймін. Егер қазір сондай ойларыңыз болып жатса, еш уайымдамаңыздар, себебі сіздердің де бір күні жанатын уақыттарыңыз келеді. Тек бастысы өздеріңізге деген сенім және әрекет деп ойлаймын. Шынымен де әлеуметтік желінің ішіндегі Инстаграм, ТикТокта ғой көбіне. Әрбір студент, әрбір жас өзінің бір жетістікке жеткенін, әрине ол деген мақтаныш. Мысалы, сен
18-19 жасыңда әкеңе көлік алып беріп жатырсаң, анаңа қымбат алтын сыйлап жатырсаң, әшекей бұйым сыйлап жатырсаң, әрине ол үлкен дәреже. Бірақ соған сол әлеуметтік желінің ар жағындағы студент, жас буын соны көріп ойлауы мүмкін. Менде неге болай жоқ? Неге мен осылай, менде әкеме неге көлік сыйлай алмаймын? Менде неге анама осындай қымбат сыйлықтар сыйлай алмаймын деген сияқты өзінің бір ішінде бір жүрегіне бір алып қалуы мүмкін, сол сезімді. Бірақ менде сенің сөзіңе толықтай келісемін, пікіріңе. Әрбір жас буын, студент, ешқашан көңілдеріңізге алмаңыздар. Сіздер керісінше оқу керексіздер. Оқыған адам ешқашан жерде қалмайды деп, мен де үлкендердің сөзін тиек еткім келіп отыр осы орайда. Оқу керек, оқыған адам ешқашанда жетістіктен құр қалмайды деп ойлаймын, мен ең басты ойым. Осы жерде бір тағы бір пікір айтқым келіп отыр. Пікір емес, бұл сұрақ деп айтқым келіп отыр. Сенің ойыңша қателесу шарт па, әлде ол тәжірибеме деп ойлайсың ба? Тәжірибеме, сенің ойыңша? Жалпы әрбір адам, менің ойымша, бұл дүниеге келген соң барлық адамның қателесуге құқығы бар. Себебі адам ретінде, біз тұлға ретінде қалыптасқаннан кейін бұл өмірде кейде сабақ алып жатамыз, кейде тәжірибе алып жатамыз. Бұның барлығы бізге бір плюс деп есептеймін. Себебі алдағы өмір атты бір үлкен өмірде бізге бір пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан қателесуден еш қорықпаңыздар. Себебі қателесу бұл бүкіл адамның бойында бар дүние. Мен мысалы өз опытымнан айтатын болсам, өз тәжірибемнен, мен бұрын қателесуге қатты қорқатын едім. 7 рет сараптап, оны ойланып, толғанып, қалай істесем болады, осылай жасасам арты қалай болады деген сияқты өзімде сондай бір ұстанымдар болған болатын бұрын. Қазіргі таңда мен қателесуге қорықпаймын, себебі адам ретінде, өзім тұлға ретінде қалыптасқаннан кейін менің міндеттерімнің демей-ақ қояйын, тұлғалық бір тәжірибемнің бір жемісі осы шығар деп ойлаймын. Қателесу арқылы адам таңдау жолында қателесу арқылы ол міндетті түрде тәжірибесі көп болады деп есептеймін. Сен байқайсың ба? Біз мектеп қабырғасында жүргенде біз қателесуге қорықпайтынбыз. Себебі бізден бір комфорт зонада өстік қой. Комфорт зонадан шықпадық қой мектеп қабырғасында. Енді университет қабырғасына келгеннен кейін, біз студент деген атақты алғаннан кейін кішкене қателесуге қорқасың, мен барлығын идеально жасауым керек, мен барлығын дұрыс жасауым керек, мен ізденісте болуым керек әрқашан, мен былай жасасам, мен болмайды. Мысалы, мен сабақ оқып, мысалы енді кейбір студенттер бар, GPA төмен, және сессиядан құлап қалады, және келесі пересдача тапсырған кезде тоже қорқады, мен дипломым күйіп кетті, қызыл дипломға үміткер болып едім, мен қателесіп кеттім деп. Сол кезде менде бір айтқым келеді, осы орайда сен пікіріңе қосыла отырып, қателесу ол негізі адам баласы ретінде ол шарт. Адам баласы болғаннан кейін ол қателеседі. Біз шартты түрде адам болғаннан кейін қателесеміз, кейіннен ол бірақ бізге тәжірибе болады. Бізге өмірлік өзімізге тәжірибе болып қалыптасады. Мысалы, біз адам ретінде оқудан қателесеміз, мамандық таңдаудан, бірақ сен өмірлік ол тәжірибеңе айналып, сен мысалы күндердің бір күнінде сен сол оқуды өзіне ұнаған, өзің қалауыңдағы мамандықты қайдадан кері оқуыңа болады. Сол университет қабырғасында жіберген, мысалы оқудан шығып кеткен бір қателіктерің болса, мысалы оны екінші рет оқыған кезде оны қайталамайсың. Ол өткен сенде басыңа тиген ол жағдай, оны қайталамайсың. Сондықтан ол әр адам қателесуі міндетті, бірақ артынша ол әрине бізге тәжірибе ретінде қалыптасады. Дұрыс айтасың. Жалпы осы сессия, рубежка, пересдача деген тақырыптар біздің студенттерге таныс дүние. Себебі менің өзімде кейде бағаларыма қарап кішкене қорқып бастаймын.
қай жерден қателестім деген сияқты, менің балым жете ма деген сияқты сондай дүниелер, мысалы сұрақтар кішкене өзімді кейде қорқытып жібереді. Мысалы бізде бәрімізде болады, сессиядан құлап қалсам не болады деген сияқты, перезачан құлап қалсам не болады деген сияқты. Сенің ойыңша бұл дүниелер сенімсіздік пе әлде жауапкершіліктің жоқтығы ма, қалай ойлайсың? Ол менің үшін сенімсіздік деген ол басқа дүние. Кешірім өтінемін. Мен үшін сенімсіздік деген ол басқа дүние, ал және де кері айтсаң? Сенімсіздік пе әлде жауапкершіліктің жоқтығы ма? Жауапкершілік деген басқа дүние. Мысалы, жауапкершілік жоқ деп біз қандай студенттерді айта аламыз? Мысалы, болады ғой, әрбір топта бір студент болады делік, өзіне толыққанды оқудың өзі, сен университет қабырғасына келгеннен кейін сен өзіне бір толыққанды жауапкершілікті алып келіп отырсың ғой, бір сөзбен айтқанда. Сол жауапкершілікті дұрыс қолданбайды. Яғни бір қарапайым дүние, мысалы, қарапайым, мысалы, студент қабырғасына да, университет қабырғасына да біз сабақ оқимыз ғой. Сол кезде қарапайым бір сабақты, өзіңнің профессияңа байланысты сабақты білмей тұрса, яғни соны оқымаса, не үшін ол өзінің мамандығына, өзінің өміріне жауапкершілік алмайды деп, мен солай айта аламын, жауапкершілік алмады деген мен солай келтіре аламын. Ал сенімсіздік деген ол, мысалы, қандай да бір істі сен әрекетті істейсің, бірақ бір соңғы точкасына келген кезде сен өзіңде бір сенімсіздік болады да. Мен әрекетті жасадым, мен қазір менде болмай қалса, қандай болады деген сияқты. Бірақ менің ойымша сенімсіздік ол бір сәттік. Бірақ әр адам өзіне сенімді болу керек. Әрекетіне сенімді болу керек. Әрине, әрекет жасамасаң, ешқандай жауапкершілік алмай, оқымасаң, дайындалмасаң, әрине сессиядан құлауың әбден мүмкін ғой. Әрине, құлайсың деп ойлаймын енді. Сондықтан ең бірінші адам өзіне жауапкершілікті алып, мен осы университет қабырғасында оқып жатырмын деп сезініп, өзіне жауапкершілік алу керек деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сіздермен болған біз қойшы Диана және де Құмар. Сау болыңыздар, бізге лайк басып қолдап отырыңыздар.